Әнет бабадан тағы бірде күлтөбеге жиналған ел: баба, дүниеде не арсыз, не ғайып, не даусыз, не қадірсіз, не тәтті, не күшті, не жаман деп 7 сұрақ қойыпты. Сонда баба 7 сауалға 3-3-тен жоптап былай деп жауап беріпті. 3 арсыз бар, олар мыналар: ұйқы арсыз, тамақ арсыз, күлкі арсыз. 3 ғайып бар, олар мыналар: ажал ғайып, қонақ ғайып, несібе ғайып. 3 даусыз бар, олар мыналар: мінез даусыз, куәрлік даусыз, ажал даусыз. 3 қадірсіз бар, олар мыналар: жігіттік қадірсіз, денсаулық қадірсіз, әйел қадірсіз. Қадірсіз дегенге бұл жерде Әнет баба адам баласы жас уағында осы 3 асыл нәрсенің қадірін білмейді. Тоқтата келе өкінеді дегенді айтып отыр. 3 тәтті бар, олар мыналар: жан тәтті, мал тәтті, жар тәтті. 3 күшті бар, олар мыналар: ақыл күшті, жүрек күшті, тіл күшті. 3 жаман бар, олар мыналар: нақақ қан төгу, кісі малын нақақ алу, ата-бабадан қалған ескі жұртты бұзу. Міне, бұдан сақ болыңдар депті.